Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, бүкіл Қазақстан елі. Құласа мына бүгінгі баршаңызды кірікпеген айт мерекесімен құттықтай отырып, Алла тағаланың арқасында бүгінгі мына біздің Оразгелді атамыздың ұрпағынан тарқаған Құда қаласа күні белгіленіп, еліміздің наурыз айының 22-ші күніне белгіленген ас мына Құдай ісіменен және көкпар тойымызға баршаңыз қош келіпсіздер. Құда қаласа міне біздің арамыздағы міне екі ақсақалымыз Құдасы батасын берсе, және сөзіміз алғырып жалғастырсақ деп тұрмыз. Қана, ағалар. Құрметті жамағатына тойымыз той қыласын, Алла тойдан кенде қылмасы, Раббим Алла әрқайсысына нәсіп қыла берсін, Құда қаласа. Жүлде қорлы, Құда қаласа міне бүгінгі осы Оразгелді ұрпағының салым қорын мына алдарыңызға көрсетіп, Құда қаласа ат салысып, қызметте қылып атқан балдарымызды айта кетсек, Құда қаласа міне Алланың назарымен, Құда қаласа міне бүгінгі осы ұрпағымыздың келешекте жалғастыратын балдарымыз, бүкіл мына Оразгелдінің барша аталарынан тігілген салымдар, бүгінгі міне керемет түйелеріміз, көкпарымыздың салым қоры, бүкіл Оразгелдіміздің тігіліп атқан міне жылқылары, Құда қаласа баршаңызға нәсіп қылсын. Алла тағала Құда қаласа міне кереметтілігі. Көкпарымыздың бастамасы 6 тай баруы, 6 түйе қайтуы болады. Одан кейін 6 тай, 6 түйе айдалып отырады да, ақырғы салым 9 түйе барып аласын, 9 түйе келіп қайтып аласын деп, солай ақыры болады. Салым қоры қомақты, одан кейін салымыз түсіп жатса, және үстіне қосыла береді. Салымның қалғанын алып кету ондай болмайды. Барлық салым осы көкпарға арналып келген, ниет қылып келген, осы көкпарға тігіледі, Құда қаласа. Берген мына астарың, берген мына салымдарыңды Құда қаласа өз адамдар алып, аман есен ойнап күліп үйіне келуді Алла Тағала нәсіп етсін. Бір адам бар, өліп жатса да тірідей көрінеді дейді. Міне Оразгелді атамыз міне бәйтерек болған, міне бұтағы, жапырақтары міне қызмет қылып, Құда қаласа ертең 22-ші наурызда бір әдемілеп шашылып, ас беріп тұрып той бергелі жатыр, Құда қаласа.
Оразгелді атаның ұрпақтарынан тараған жандар ел ішінде сыйлы, сөзінде тұратын, уәдесіне берік, намысын қолдан бермейтін азаматтар. Олар өз әулетінде ғана емес, ел мақтанышына айналған жандар. Оразгелді атаның ұрпақтары ас бергенде де, той жиын өткізгенде де, басқа да іс-шараларда ел ішінде өзден кейін өскелең ұрпақтың тағдырына немқұрайлы қарамай, қазақтың салт дәстүрін жаңғыртып келеді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Әз Наурыздың тура айына келіп беріп жатсыздар. Шүлен таратқан Оразгелді деген сөз ел ішінде кеңінен таралған. Шүлен таратуға тоқталатын болсақ, халыққа, мұқтаж жандарға тегін ас су, мал мүлкін таратып отырған. Ол қазақ мәдениетінде бай дәулетті адамдардың елге көмектесу түрінің бірі. Аға, осы жайлы айтып берсеңіз, шүлен тарату тарихы қалай шықты бұның? Кешегі 14 ғасырда бастау алған елге шүлен берген деген атпенен біздің тарихымыз тағаланың өзі, Алла тағаланың өзі сүйегімізге мөрлеп берген, сол 14 ғасырдан бастау алған. Жоқ жүтіктерге, кешегі ашаршылық шақтарда да, дүрбелең кездерде де мәрттігіменен мырзалығын елге дәріптеп, шүлен аталып, кешегі 20 ғасырда Тастанбектің бәйгесіменен бастау алған әдемі қуаныш еді бұл. Тарихта қалған әдемі ұлы тұлға Алтата шүлен таратқан Оразгелдінің дүрмек тойына айналып жатыр бауырым. Бұл көкпарды ұйымдастыру кімнің идеясымен басталды? Бұл іс-шараға қанша адам тартылды? Бұл Оразгелдінің жастарынан бастама алған бастау. Содан үлкендер батасын беріп, жастар өспей ме дегендей, қазіргі жастардың заманы болғаннан кейін жастар бастама көтерген дүбірлі дүрмек той Алаш еліне аталы жайылып кеткен жағдайы бауырым. Көкпарымыз әз Наурызға дөп-дөп келіп тұр. Бұл жерде келуші қонақтарға, адамдарға концерттік бағдарламалар, ас беру барлығы қарастырылған. Осы іске жауапты Дәулет мырза, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қандайсыздар? Жағдай жақсы ма? Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Осы іске жауапты маман деп сізге жіберді. Бұл жерде қандай іс-шаралар өтіп жатыр? Бұл жерде спорттық іс-шаралар, спорттың түрінен, қол күрестен, гир көтеруден, арқан тартысудан, қошқар көтеруден спорттық іс-шаралар өтеді. Концерттік бағдарламаларымыз, одан кейін мынау шартақтарымыз тігіліп жатыр. Міне навес дейді, шартақ дейді. Енді 17 шартағымыз бар. Мына жақтан енді қазір қар үйіміз келеді. О қар үйімізді тігеміз осы қатардан, бір қатардан барлығынан. Құдай қаласа 2 тонна асымыз бар бұл жерде. Бек болады. 2 тонна ас халыққа таратылады. Телімге малдарымыз бар. Мал қораларымызда телімге берілетіндері бар. Әр қар үйдің ортасында ілініп тұрады. Қазықта байланып тұрады телімнің малдары. Ассалаумағалейкум. Үздік атбек жобасының көрермендері. Шүлен таратқан Оразгелді Алтата ұрпақтарының ұйымдастыруымен елден баталы көкпар тойына қош келдік. Көкпарда салым қоры 300-ден асатын тай түйе бастаған салымдар, қаржылай салымдар, автокөліктер тігіліп отыр. Бұл жерде келуші қонақтарға концерттік бағдарламалар, ойын түрлері де қарастырылған. Арқан тартыс, қол күрес, гир көтеру, қошқар көтеру сынды. Келуші қонақтарға 2 тонна палау беріледі. Келуші сыйлы қонақтарға қар үйлер тігілген, келуші қонақтарға шартақта қарастырылған. Ең бастысы қауіпсіздік шарасы жоғары сақталған. Көкпарды бірге тамашалайық. Құрметті көпшілік, бүгін мына 22 наурыз 2026 жылы мына Оразгелді атамыздың әруақтарына бағышталған, мына жастарымыздың ұйымдастыруымен болып жатқан мынау тойымыз, Құда қаласа біріншіден құтты болсын. Мынау әрине берге көп жиылады, көптің тілеуі болады, сол көптің тілеуін беріп, Құда қаласа мынау жастарымызға, жалпы қазақ халқына менің тілерім аман болайық. Бүгін Наурыз мерекесі құтты болып, Құда қаласа ұлыстың ұлы күнінде баршамыздың басымыз қосылып, жақсылық ниетпен мынау той беріліп жатыр,
көкпар той болмақ, сондықтан бұлардың бәрі құтты болып, Құдай қаласа әрбір қазаққа мен жақсылық тілеймін, аман болайық. Тек осындай жақсы күндерде жолығуды Алла нәсіп етіп, әрқайсымыздың отбасымызда аманшылық болып, төрт көзіміз түгел, Құдай қаласа әр отбасында той болуын тілеймін. Аман болайық, мереке құтты болсын. Halkımızda Allah'dan asmen, elimizde Allah'dan asmen saklasın. Eldik doğuya şu vakta yıkılmasın. Yarattan özü zor olup elimizde saklasın. Sağındım sağınmağı, tabakın canmağı, balık yan, karlı ıstiyan, izgalı terbeleme. Oldu mu siz bakalım? Aynen. Olacak ha. Vakti oldu. Intımağımızı verudu Allah nasip etken olsun. Kokbarımız жақсы ötüğü nasip edip sürülmey, kağılmay, yıkılmay, aman esen baldar marapatı bu otanına kaytudu Allah nasip etsin. Allah'a ekber. Kuda kalasa mına Orazgeldi jastары uyumdasıp astın atı toy bolsun dep көкпар uyumdastırıp ülken alaman toy verip atır. Kuda kalasa toyumuz öte жақсы ötsün. Осы отырған жамағат, ағайын туыс барлығыңа не тілесеңдер, бәрін берсін көкпарымыз құтты болсын, тойға ұласа берсін абылы. Ағайын баршаңызға сәлем бердім, ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, ас қабыл болсын, Құдай қаласа көкпар құтты болсын, күндеріңіз бұнан да бұлай көркем, жылдарыңыз жемісті болып, еткен еңбектеріңіз де Алла Тағала өнімді етіп, жасаған өмірлеріңіз көңілді болсын, Аллаху акбар. Бәріңізді мына Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Наурыз мейрам елімізге жаңалық әкелсін, қуаныш әкелсін. Мына бүгін жаңа жылға қарсаңында Оразгелді атаның жастары үлкен көкпар беріп жатыр. Кеше асым бергенбіз. Құдай қаласа осы көкпарымыз, шабуылдастарымыз жығылмай, сүрінбей, аман есен өзінің бәйгелерін алсын, еліне аман есен қайтсын. Тойымыз тойға жалғасып, Құдай тойдан келден қалмасын. Аллаху акбар. Алланың бұйрығымен осындай жағдайлар болып жатыр. Біздің балдарымызға, немерелерімізге Алла санасына салған шығар. Мына үлкен көкпарды ұйымдастырып жатыр. Аталарына мың рахмет. Бәрі 10 бала, 9 баладан туған, жекшемнен туған балдардың бәрі әрекеттеніп жатыр. Бәріміз біріміз үшін қызмет қылайық. Ел аман болсын, ел ішінде аман болайық. Баба аруағы қолдап, Құда қаласа осы той барша қауымға жұғысты болсын. Қауын көріп үренген деп осы мейрамды көріп, балдарда әрекеттеніп, Құда қаласа тойымыз тойғыласып, жаңа жыл мейрамы, айт мейрамы бәрі тура кеп тұр. Бірлерің мың болып тоймен шашайық, елге жұғысты болсын, ел аман болсын, ел ішінде аман болайық. Қазақ елім біріміз бір үшін өмір сүрейік. Амин. Аллаху акбар. Мына бүгін бір қуаныш Алтата Оразгелдінің жиналып беріп жатқан көкпары, Құда қаласа шүлен таратқан Оразгелді атамыздың көкпар аман есен сау саламат тарқасын. Бұл көкпарды басқарып жатқан мына жастарымыз ғой, жастарымызға өмір берсін. Mına toy kılasın. Amin. Mına köpçülükte de toy tileyim. Mına toy verip oturgayın alayım. Mına toy Allah'ın kazanası değil. Rahmet mına yelge kalka. Құдайым берсін, айтқанымыз келсін, қыдыр болсын, жолдасым, қайбірен қыздың, тарыққан да қолдасын. Құдайым берсін, айтқанымыз келсін, бәріміздің балашағы отбасын, аман болсын, мейрам бәрі құтты болсын, той қоласын. Аллаху акбар. Бұл істің жалғасын дамытуды қалай жоспарлап жатсыздар? Бізге дейінде ағаларымыз бірнеше рет істелген, Оразгелді Алтата ұрпақтары. Енді қазірге болып жатқанымыз, мына іс-шарамыз орта буын Алтата Оразгелді ата ұрпақтарының өткізіп жатқан іс-шарасы. Және бұдан кейін де біздің кейінгі ұрпақ кіші буындарымыз істейтініне біз сенімдіміз. Біз бұл көкпар арқылы мынау алты ата Оразгелдінің ынтымағын және ауызбіршілігін бұдан әрі жалғастыруға және ағайындар бір-бірімен тығыз қарым-қатынас болуы. Ауызбіршілік сақтап және өзімізден кейінгі буынға осыны көрсету. Алтата Оразгелді ұрпақтарының орта буындағы өткізіп жатқан іс-шарасы мына қазағымыздың әз-наурыз мерекесі, еліміздің амандығын, мына қазақтың әрбір
әрбір қазақ елінің азаматтарының азаматшалығының тектілігін дәріптеп, елге осындай бір іс-шара ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. 22 наурыз күні Құдай қаласа еліміз бірлікте болсын, жұртымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. 1, 2, қаласа еліңе, отбасыларыңа олжалы болып қайта беріңдер, аттарың сүрінбей, мықты шабандоз бола беріңдер. Осы тойға өз үлесін қосқан барша шаңыраққа Алла Тағала өзінің қазынасынан көп жақсылықтарды берсін айналайын. Мырзалықты осы Оразгелді атадан көрсек болады. Міне, рахмет, құтты болсын. Енді қалған іс-шараны көкпарымыздың барысында жүргіземіз. Жалпы игі жақсыларды жаңағы астар шақырып. Көп қатары мағанда құрметі мына атын мінгізіп жатыр. Ризамын. Мен 50 жыл шаптым ғой. Еңбегіміз бар. Балдарды тәрбиеледік. Міне Құдай қаласа соның құрметі шығар бүгін 50 жыл ат шаптыңыз, елді басқардыңыз деп мына атын мінгізіп жатыр. Ризамын. Аман болсын. Алып алтау, жеп жетеу болмайсың деген. Аман болайық, ел аман болсын, ел ішінде аман болайық. Жастарға жүрім берсін, ақыл парасат берсін, білім карамат берсін, тапқандар тойға берсін. Мына жалпы қазақ еліне Құдай қаласа жұғысты болсын. Алдымызда Түркістан облысы Жаппай көкпар федерация төрағасы Асқарбек Жақыпбекұлы ағамыз. Аға, өзіңізді үлкен дүбірлі додада көргенімізге қуаныштымыз. Мына әз наурыз мерекесіне тұспа-тұс келіп тұрған алты ата Оразгелді ата ұрпақтары беріп жатқан көкпар тойда қандай әсер алдыңыз? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін бір өте керемет іс-шара өтіп жатыр. Мынау біріншіден аз наурыз, қазақтың наурыз мерекесі құтты болсын. Екіншіден мынау Шардара өңірінде Оразгелді атамыздың ұрпақтары елді жинап, осындай ас беріп, үлкен ұлттық спортымыз көкпар тойын беріп жатқанына міне керемет іс-шара өтіп жатыр. Не деген мынау халық
Алла тағалам күнін беріп, ауа райы керемет болып жатыр. Енді мынау қазір көкпарымыз шабылып жатыр, өте жоғарғы деңгейде, өте жаңағы тәртіппен, ережемен шабылып жатқан жағдайы бар. Осындай елімізде тойлар бола берсін. Мына ауа райы қандай көмектесіп, мына Шағалалы Шардара елінде керемет той өтіп жатқанына өте қуаныштымыз. Өзіңіз басшылыққа келгелі көкпарда қандай өзгерістер болды? Мысалға біз өзіміз келіп, осы жаппай көкпар федерациясын республикалық деңгейде ашылып, аккредитациядан өтті, реестрге тіркеліп, енді соның бәрі облыстардан, осы біз Түркістан облысынан жаппай көкпар федерациясын аштық, тіркеуден өткіздік, әділет басқармасынан аккредитация алдық, сөйтіп ауданнан мына филиалдарын ашып, Құда қаласа осындай керемет іс-шара ереже ендірдік, республикалық спорт комитеті бекіткен ережені. Енді міне елде, мына ауылда осындай керемет тәртіппен өтіп жатқан жағдайы бар. Бұрынғыдай жаңағы ұстағанның қолында, істегеннің аузында кетіп жатқан көкпар емес. Қазір өте тәртіппен, ережемен, мына төрешілеріміз бар, аттестациядан өткен комментаторларымыз бар, аттестациядан өткен аудан төрағалары бар. Бәрі осы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы ұлттық спортымызды дәріптетіп, оның ішінде мына жаппай көкпарымызды әдемілеп, ережемен өткізіп жатқан жағдайлар бар. Ассалаумағалейкум бауырым. Ассалам, қалайсыздар? Бізде жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Көкпарда басқа да қомақты жүлделер, салымдар салып жүрсің. Бұл көкпардың салым қорымен таныссың ба? Иә, салымдар жақсы. 6 тайдан атап отыр. Бару 6 тай, қайту 6 тай қып. Осыған орай астыңдағы атың жайлы айтып берсең. Осы өзіміздің Шуарсу ауылындағы Қаракөсе Баубек деген кісінің Красавчик деген атымен салдық 6 тайға. Бүгінгі бірінші салымымыз, көкпар енді басталды. Нәсіп болып отса, тағы да салымдар бұйырар. Ерболат бауырым, осы орайда өзіңнің үлгі тұтатын ұстаздарың бар ма? Өзімнің ұстазым бар, Еркебай Омарбек деген. Ол да осы Түркістан облысы ұлттық құраманың жаттықтырушысы, сол кісі ұстазымыз. Қанай Бережеп Ақсақалдың аты салды. Жас 7-те Құмай. Қанай Бережеп Ақсақалдың 7 жасар аты. Үстіндегі Ернар Палуан 7 сайлық. Астындағы ат Қанай Бережеп Ақсақалдың жебе аты сәйгүлігі. Үлкен тойларды салымдап жүрген ат. Бүгінгі той тамаша өтіп жатыр. Астана қаласынан Алиба Мырзаның, Астана қаласынан Алиба Мырзаның, Астана қаласынан келген Алиба Мырзаның атымен аттың аты Шыңғысхан Қайтуымыны Ғалымжан Мырзабаев жабылдырсады. Көкпар алсат деген жігіттер. Чарлиз аға, сіздің дәуіріңізде ат айналдыру болмаған дейді. Сол рас па? Ол ат айналдыруды қазіргі уақытта кім шығарды? Біздің бұлақтан естігеніміз Құдайберген Палуанмен осы Бердіғұл көкем айналдыру бастаған дейді. Көкпардың жетек айналдыру біздерде болмаған. Біз жалғыз шапқанбыз ол. Бұрынғы көкпар сондай болатын еді ғой, айналдыру жоқ, жетек жоқ. Каждый за себя шабат деді көкпар ол заманда. Көкпардың тақымы мықты жас балалар әзір көп қой, мына осы көкпар маған қанағаттандырады әзір. Ол ат көбейіп кеткен, ол жақсы ат, аттың бәрі іріленіп кеткен. Ол екеу үшеу шаппасаң болмайды әзір. Бұл көкпарды жалғыз саламайсың бұл. Ол көкпардың бәрі айналу, тартыс, жетектеу. Бұрын болатын еді ол. Ол өзі ат аздау болатын еді, палуан аз болатын еді. Әзір палуан деген әр аттың үстінде бір палуан. Айналдыру өзі айналдырамасаң шаба алмайсың әзір бұл көкпар. Әзір жастар көп қой енді ол. Қайсы бір Нұрсұлтан бар мысалы. Тағы мықты болып әзір өшелер лидер болып шауып жатқан. Жомарт палуан бар жастардан да. Нұрислам деген жігіт енді қосылып келе жатыр Құда қаласа. Осы дәу тойға салып жүр. Құда қаласа соларға Құдай қуат берсін.
Takımı talmasın Құда қаласа. Жастар өсе берсін, өне берсін. Көкпар той елде бола берсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау түбірлі алталашқа әйгілі Оразкелді ата бабаларымызға аруақтарына арнап ас беріп, көкпар беріп жатырмыз. Міне Құда қаласа елдің батасын алайық деп Оразкелді жас жігіттер, жас балдар Құда қаласа ұйымдасып, осы тойды Құда қаласа ниет қылып беріп жатыр. Құда қаласа Қырғызстан, Өзбекстаннан палуандар келген. Әр палуан Құда қаласа несібесін алып кетсін. Құда қаласа міне бүгін Оразкелді атаның тойы. Алланың нұры жауған күн. Құда қаласа аман есен тарқасын. Бүкіл Қазақстанға осы той жұғысты болсын. Той қыласын. Жақсы тарқауын Алладан нәсіп етіп сұраймыз Құда қаласа. Ат жығылмасын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Құда қаласа Алтата Оразкелдінің мынау бүгін елге ақтүйенің қарын жарып, елге салым беріп, көкпар беріп атқан той шүлен тарқатып атқан жайы бар. Ата бабамыздың есіне әруағына Құран оқытылып, мына біздің ұстазымыз Жассақ деген көкеміз, сол кісілермен бірге шапқанбыз талай. Той қоласа берсін, қазақ елінде осындай той тамаша көбейе берсін. Саңғарауылдан Максимус, Әңкер Ақсақалды Максимус есімді сайгүлігіменен 6 түйе салымды 25 жасқа келген есім палуан салды. Міне сағындар ұқты болсын. 6 түйе салым қазы орталғаны Саңғарауылдан келген Әңкер Ақсақалдың Максимус есімді сайгүлігіменен 6 түйе салымды. Бүткіл Алталаштың көкпары бұл Оразкелді ағайын деген Алланың назар түскен адамдар. Бұл текті осы Оразкелді деген шүлен таратқан деп естуіміз бар еді. Бұл ақиқат Оразкелдіге дуал кеткен екен бұл Қоңырат ағайындар арасында. Мына Оразкелді ағайындар бүткіліне жақсылық тілеймін, ұрпағына, ата басы өтіп кеткендеріне дендері сау болсын. Мына енді бүгінгі Алталаштың көкпары, мына 6 түйе салымын салып Аллахтың арқасында, бірінші Құдайдың арқасы. Мына көкпар шауып жүргенімізге 35-38 жыл болды. Мына тойда сап жүргенімізге бір 36-37 жыл болды. Біреулер айтады, бұрынғы көкпар ондай, қазіргі көкпар мұндай деп. Бұрынғы көкпардың өзіне жараса қиыншылығы болған ба? Бұрынғы көкпардың өзіне жараса қиыншылығы болған. Ол кезде мына ат айландыру, анау-мынау болмай, өзіміз еңкейіп алып, 1000 аттың ішінен өзіміз салушек. Қазіргі жас палуандарға астың алдында біреу айландырып тұрса, көкпарды апарып басып беріп тұрса, енді баяғы біздің көкпар шауып жүргеннен 50% жеңілдік бар қазір балдарға, көкпарға. Оның қасында біздің кезімізде ат бек араласпаушы еді, ат шапқызып атқан палуандар араласпаушы еді мысалы. Ат көкпар, қазір көкпарды бір адам алатын болса, көкпар менікі деп 1 сағат күтіп тұрамыз. Ол нәрсені сәл жоғарту керек. Көкпар көптің нәрсесі. Көкпарды шауып жүрген адамдар бар, дебір адамдар. Көкпарды ешкім тендерге отырмаған, көкпар бүткіл мұсылман елінікі. Қырғыз елінде де, қазақ елінде де, өзбек елінде де көкпар көпшіліктің нәрсесі. Қазір нұқыл үлкен кісілер, кәсіпкерлердің ақшасы барлардың аттарын шауып жатыр. Мына кембағал ағайын, жоғалардың аттарын шауып, олардың да жүздерін жарық берсін палуандар, жас палуандар. Көкпар мысалы менікі де ол қамшы көтере жүрген дұрыстан бен сәрсе, ол кеше ғана тоқтаған еді. Мына қазір көкпарды қолға алып бітір мұсылман елі, қазақ елі өте керемет өткізіп жатқан жағдайы бар. Көкпар көпшіліктің нәрсесі. Көкпарды кім күшті болады, сол басады. Көкпардың 4 бақайы бар. Соны басқан адам көкпар сал. Қазіргі балдар
көкпарды жарым мәреге дейін апарып футбол сияқты анерге дейін апарып береді, оны мәреге 15 метр 20 метрға дейін алып апарып сабатыр. Ол қандай 3 пас беріп жатыр. Біз көкпар басып жүрген кезде бір қойнау, екі қойнау, үш қойнаумен кірсек кіредік, кірмесе көкпармен айырылып шығардық. Мына Ербақ деген менің егіздерімнің ең кішкентай баламын. Мына көкпар шауып бүткіл осы қазақ елінде адам баласы сөйлемесін деп осы Ербақ баламды өзімнің ең кішкентай қалта өтіп балам. Осы көпшіліктің арқасында көкпар шауып біреуге сен демей, сіз демей, ассалаумағалейкум ағам, ассалаумағалейкум інім дейтін дәрежеде болды. Аллахым нәсіп етіп, Құда қаласа осы Ербаққа да менің жолымды беріп, бүткіл қазақ елінде, өзбек елінде, қырғыз елінде, Тәжікстанда, Ауғанстанда салып жүруді Аллахым нәсіп етсін. Бүткіл қазақ аман болсын, өзбек ағайын аман болсын, қырғыз ағайын аман болсын, Ауғанстан аман болсын. Құда қаласа оразгелдердің тойы құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Аманда болсын, мал басын, еш жамандық болмасын. Шүбілеген еңді балаларын көп болсын, құлақаттың қуатын берсін. Әлхамдулилла мерекен берсін. Аумин. Аллаху акбар. Жақсы шабу үшін жақсы ат керек, жақсы еңкейгіш керек. Жақсы жүлдеге жету үшін қасында жаңағындай жәрдемші команда керек. Сол секілді мына қазір көкпарымыз өте дамып кеткен, өте үлкен арена десек те болады. Мына қазір мына Шүлен таратқан Оразкелді атаның ұрпақтары беріп жатқан көкпар өте үлкен дүбірлі көкпар. Енді бұл көкпар енді өте үлкен көкпар. Мына қазіргі бар бойдағы жігер күшпен әрекет жасап ниет қылып жатырмыз салуға. Алла қаласа салып қалатын шығармыз. Бұйырған салым болады ғой енді. Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді дейді. Жалпы қазіргі көкпарға көңіліміз тояды енді. Енді амал жоқ қой енді. Қазіргі көкпарда ақшасы бар адам шауатын болып қалды ғой. Қазір көкпарда жаңағындай ат жақсы болу керек, арқадағы ілгіш бала жақсы болу керек. Ортаға барғанда көкпарды алатын бала мықты болу керек. Мынау көкпар өте дамып кеткен. Оның үстіне қазіргі көкпарда жастар ат салу жағынан сәл кішкене қателіктер бар. Сол жағында айта кетсек, алдынан ат салатындар көп аттар қолап жатыр. Көп палуандар майып болып жатыр. Соның көкпарын тартсын, бірақ алдынан ат салмасын деген бізде ұсыныс бар. Басқа ештеңе жоқ. Көкпарымыз дами берсін. Көкпарымыз өркендеп өсе берсін. Палуандарымыз көбейе берсін. Мынау атбегілер көп болсын. Мықты осындай көкпарларда салатын тұлпарлар әрбір қазағымда болсын. Әрбір атқа мінген қазағым батырлар ғой бұл. Мына Оразкелді атаның ұрпақтарына мың алғыс. Осындай керемет той беріп, ұлан осында той беріп, бүкіл қазаққа өздерінің қандай атадан тарқаған екенін көрсетіп отыр. Құдай қаласа. Осы тойда енді салымды болдық. 6 түйеге Бағдәулет палуан салды. Лагермен домбыраны парлап шаптырған едік. Әсеріміз жақсы, керемет. Құдай қаласа бәсаңызға жұғысты болсын осындай салымдар. Алла разы болсын. Не дейміз? Той құтты болсын. 22 наурыз мереке құтты болсын. Қазағымызда әрдайым той, береке бірлік, ауыз біршілік кетпесін. Мына 6 тай бары боласын, 6 тайды келі боласын деген шап әрекеттеріңізді жасаңыздар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Өзіңізді көкпарда көріп қуанып отырмыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет, Алла разы болсын. Алған әсеріңіз қандай болып жатыр аға? Енді бұндай керемет дүние қазақ елінде, мынау именно Түркістан облысында дамыған жаппай көкпарымыз өте қатты. Сол жерде мына не деген халық жиналып отыр. Міне жаппай көкпарымыз қазіргі таңда халықтың көрермені көп, халқы көп. Қазір ұлттық спорттың бірі болып отыр. Міне осындай ұлттық спортымыздан жаппай көкпарымыз күн сайын, күн ара осындай тойларымыз болады. Міне қазір кеше кішкентай үзіліс болған еді. Қазір міне не деген бәрі сағынып қапты. Не деген халық жиналып, неде майопка болып отыр, былай айтқанда демалыс.
атын шаптырады, аттары салса қуанып оны отырып жаңағыдай батасын беріп атады жұрттар. Міне бұл қазақтың тойының елден бата алатын бірақ дүниеміз қалды осы ұлттық спортта, осы жаппай көкпарымыз. Не деген әсер алып жатыр, не деген демалыс болып жатыр. Аттың үстіндеміз, әр қазағымыз аттың үстінде жүру керек, ат шаптыру керек, балдарымыз да аттың тізгінін ұстай білу керек, құдай қаласа. Не деймін, мұның осындай әсер, керемет дүние. Құрметті төраға, ұлттық спорт көкпарымыз атадан қалған мұра деп жатамыз. Көкпардың бала тәрбиесіндегі орны қандай? Бұл спорттың болашағын қалай көресіз? Міне бұл жаппай көкпарымыздың болашағы өте керемет. Неге десем, қазіргі жастарымызға арнап, қазіргі ережеміз, жаппай көкпардағы ережемізді не деген өзгерістер істедік. Адамның қауіпсіздігі, аттың қауіпсіздігі, сонымен балдарыңызды жаңа көкпарға берсеңіздер қорықпай осы бір жерін майып болып қалады-ау, болмаса жаңа ат баптап атыңызды алып келсеңіз, осы жығыл бір жері майып болады-ау деген нәрсе болмайды. Соның қолдан келгенше обезопасить етіп, қорғап осындай ережелерін шығарғаннан кейін қызықшылық көбейіп жатыр. Қазақта осындай жаппай көкпарымыз дами берсе, әр қазағымыз үйінде жаңа телефон ұстап, болмаса интернет, болмаса жаңағыдай синтетический нәрселерге бағытқа кетпей, осындай атқа қызығып, ат ұстап, атты баптап, аттың үстінде шауып, осындай жерге келіп қызықса, ол дұрыс дүние деп ойлаймын. Қазақ еліміздің батыр азаматтары көбейеді, чемпиондары көбейеді. Қазір естіп жатсыздар, чемпиондардың бәрі бокс болсын, күрес болсын, қай спорт болмасын, футбол болсын, бәрі айтып жатыр. Міне аттың үстінде өстік, аттың үстінде жаңа жаппай көкпар шаптық, ауылда тай көкпар шаптық. Сонымен тақымымыз қатайтып, содан тәжірибе алдық деп айтып отыр. Не деген дүние? Соған біз сондай нәрселерді естісек өзіміз қуанамыз. Қазақ елімізде осындай тойлар көп болсын, өшпесін, дами берсін, әр қазағымыз осындай той бере берсін. Енді келсек, бүгін Оразкелді әулеті үлкен керемет ата-бабаларына арнап, бүкіл жиналып осындай керемет той беріп жатыр қазақ еліне. Не деген қызықшылық, не деген дастархан болып жатыр. Былай айтқанда мұндаған емес, одан да не деген дастархан, мұндай дүние көп болса қазақ елінде, именно Түркістан облысында осы дүние өте қатты дамыған. Былай отаны десек те болады жаппай көкпардың. Осындай нәрсені көріп қуанасың, осы нәрсені дамытуға әрекетімізді жасап, бүкіл күшімізді салып, осы ел үшін қызмет жасап жүрміз. Жаппай көкпарда төрешілер, оның кадр резерв дайындау жүйесі, жалпы квалификациядан өткізу, ондай жұмыстар жүргізіп жатыр ма? Сіз басшылыққа келгелі қандай өзгерістер болды? Енді осы 4 жыл бойы бізде ережелеріміз өзгерді. Әр облыста, дамымаған облыстарда басшы қойып, о жерде жаңағы осы оңтүстік өңірден балдарды апарып, аттарды апарып, қызықшылық танытып, ол өңірлерде де дамытып, сол жаппай көкпар федерацияларын аштық. Одан кейін аудандарында ашылды. Уже қызықшылық көбейе бастады. Сонымен қатар бұрынғы ата-бабамыздан жазылмай келе жатқан ережеміз, сол дәстүрімізді, ережемізді бекітіп, жаңағы айтып отырмын ғой, халыққа, атқа қауіпсіздігін бәрін сақтайтындай керемет дүниелер ақылдаса келе, облыс федерация басшылары, ақсақалдарымыз бар. Солармен ақылдаса келсе бекіткен ережеміз бар. Сол ережеге сай көріңіздер, не деген тәртіп болып қалды. Бұрын жаппай көкпар, жабай көкпар дейтін еді, қазір жаппай көкпарымыз уже ұлттық спорт. Міне не деген қызықшылық, көрермені көп, не деген тамаша дүние болып жатыр. Қазіргі таңда ұлттық спорттың бренді десек болады. Осындай не деген енді бір-екі нәрселер болады, бірақ олардың бәрі Аллаға шүкір шешіліп дереу тәртіпке алып, тәртіпке несімен жаңағы шектеу қойылып жатыр, сөйтіп тәртіп келтіріп жатыр. Қазір міне Өзбекстанда Жизақта өтетін Байтөре атаның көкпарына да бір ұқсайды. Адамдар рахаттанып келіп, осындай жағдай жасап берген, осындай ережені күшіне енгізіп, осындай тәртіп орнатқанға сізге алғыс білдіреміз. Аумин. Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Осы қазақ еліме рахмет. Осы қазақ елінің арқасы. Бәріміз біз жұдырықтай осы көкпарымызды, жаппай көкпарымызды дамытып жүрген. Қазақ елінде осындай тойлар көп болсын. Былай айтқанда
мынау бағана келгеннен бастап өзі көкпардың аурасын байқасаңыздар, мына Қоңыратұғырынан шыққан Оразгелді ұрпақтарының беріп жатқан ақсақалдарына, ағаларына, бауырларымыз ғой, үлкен рахмет айтамыз. Бұндай той беру Өзбекстанға барған кезде көретін едік. Әрбір қазақтың үйінде, отбасында, шаңырағында осындай тойлар беру нәсіп ете берсін баршамызға. Алла жақсы күндерде жолыңыз нәсіп етсін. Кеше де көкпар болған Қалғансырда. Қалғансырда Черный бриллиантның арты сұлу торы деген ат салған өгізөлдіге 1 миллион теңгеге. Барша атбегілерге, барша палуандарға сондай өгізөл салымдар бұйыра беруін Аллах нәсіп етсін. Бриллианттың бел балдары бар ма? Көзге түсіп көкпарларда көрініп жүрген. Бриллианттың алғашқы баласы Тәуекел деген медет бауырымыз алған. Жүгібаста Ерболат деген жігіттен шыққан ғой негізі. Жаныс ағамыздың үйірінен шыққан Ерболат деген Жаныс ағамыздың құда баласы. Сол жігіттен бриллиантты бағып шығарады. Біз бриллиант алғанда 7-8 айлық тайлар еді, олар құлын еді. 2019 декабрь айында бриллиант алып кеттік. Сол кезде үйінде екеуі тұрған. Сол Тәуекел қазір шауып отыр осы жерде. Үлкен дәу тойларда көрініп, жақсы ақырын алдын, жақсы салымдар салып отыр. Бағлан Жармен шауып отыр. Бриллианттың атасы Лашын деген болған, Көріғұл деген кісіден Жүгібастағы. Оның баласы Жаныс ағамыз Алмас Торы деген атқа қойған. Алмас Торыдан Черный бриллиант суды, Черный бриллианттан Тәуекел. Алғашқы баласы сол шауып отқан. Одан кейінгісі Жаныс ағамыздың үйінде өзіне ұқсаған қара цветті тағы біреу бар. Одан кейін Түлкібаста Руслан деген жігітте, Орбұлақ Байыс деген ауылда тұр, 6 жасар. Кейінгілер менде тұр. Менде үшеуі бар, осы Жетісайға сатылған тайлары бар. Жетісайға сатылған тайлары бар. 2023-те Бауыржан деген бауырымызға сатқанбыз болатта. Енді дос болғаннан кейін достың арасында ат жүреді деп бір мұқтаждықпен, или бір ақша керектікпен сатқан жоқпыз. Енді сондай өтініш жасағаннан кейін сатылып 2025-тің ровно 2 жыл болғанда қайтып өзім алдым ғой болатта. Сода 1 жасар тайлар бар. Мендегілер уже 3-ке толатындар. Табирхан дегенде уже өзіне шамалас болып қалған. Бриллианттың бойы 1,65-64 шығады. Шамамен. Құдай қаласа артынан келатқан балдарды да өзінен асып шаба берсін деген ойдамыз. Бұл түйе бір Байдыбек Палуан, Жайық көкеміздің баласы Байдыбек Палуан. Бұны бару керуені өзі көрсетіші. Палуан саңа жылғандағы Әлібек Қажарса қалдыңыз, сұрай материал. Сондай ма? Мына қазыналы қария Әлібек Қажарса қалдың. Хет Бектор есімді сай өлігіменен Бару Байдыбек Жайық көкеміздің баласы Қазы отауданы Байдыбек Палуан салды. Міне саңылдар күтіп болсын. Байдыбек мағандар салындар күтіп болсын болатмаса. Қайтуына Ерболат Бекболат Шекербек Ақсақалдың немересі Сейітжан көкеміздің баласы Ерболат Бекболат Шабындоздардың тақымында келелі атыр. Оразгелді ағайындар, енді баяғы ата-бабалар айтып кеткен шүлен таратқан Оразгелді деп мынау ағайындар көкпар беріп жатыр. Алла разы болсын. Қазағымызда осындай той көп болсын. Действительно, айтатындай, шүлен таратқандай қып елді жинап көкпар беріп жатыр. Енді көкпардың да көп жерде өтіп атқаны бар. Кейбір кезде жері ыңғайсыз болады. Кейбір кезде ауа райдың ыңғайсызды болады. Алла тағала көптің тілеуі көл дейді. Бүгін Оразгелді ағайындардың көкпарына түнімен жаңбыр жауып, күндіз ашылып, елдің батасы, елдің дұға тілектері қабыл болатындай бір әдемі көкпар болып жатыр. Алла тағала жүғылғай сүрінменен аман болып, палуандар салынып қайта берсін еліне. Бұндай той көп болсын. Бізде қазақта ұлттық спорты жақсы көтеріп жатыр. Ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Құда қаласа, не дейміз? Жастар өсіп, біздің жолымызды бере берсін. Міне,
20 жасымнан шапқаннан міне 31 жыл болды көкпар шапқаныма. Құдайға шүкір. Әйтеуір бүгін міне қазір 8 тайға салымды болып жатырмын. Осы балдардың арқасы, енелеріміздің арқасы демеп, қолдап, жәрдем беріп жатыр. Енді бір мен деген ол бір Аллаға жарасады. Енелерімізге рахмет көп-көп. Жұлдызхан аға, бір сұхбатыңызда айттыңыз. Рекордты жаңартса менен бір тай берем деп. Сол рекордты жаңартатын өзіңізден кейін өскелең ұрпақ дүниеге келді ма, келе ма, кімдерде үміттесіз? Енді мен рекорд емес, рекорд деген болады. Мен айттым, рекордты жас ерекшелігіне қараған жоқпыз. Мына 10 миллиондық тойда 4 салым салса, ақырының алды дейді бізде. Ақыры 4 салым салған адамға мен осындай жабулы ат берем деп уәде бергем. Соны Құда қаласа осы биылғы жылға жаңартқан адамға айтқаным айтқан. Ендігі жылға тоқтатамыз. Ары қарай қай жыл бұзылады, оны бір Алла біледі. О кімге бұйырады? Қай ауданға бұйырады, қай облысқа бұйырады, бір Алланың қолында. Мен ешқайсы айта алмаймын. Бірақ мен енді айттым. Құда қаласа істейміз. Үміт күтіп отқандар. Айттым ма, болды істейді. Бұл ардагер палуан. Ардагерлердің ішінде мынау жастарға үлгі болатын ең үздік палуанымыз. Лучший голды салған міне 2 рет үзіп салған Мекеш палуанның астындағы Алатау. Міне салымдарын құтты болсын Құдай қаласа. Бірінші сәуір күні Мекеш палуанның Құдай қаласа көкпары тілі өзінің шапқан жерде шабылады баяғы. Мақташыда бая тілі палуанның көкпары шабылған жерде шабылады. Паршаларыңыз келіңіздер. Алатау ат міне сәйгүлік. Бүгін міне екіні дәден біліп салған Алатау үздік аттардың қатарына еніп жатыр, құтты болсын. Ғалымжан, міне сенің 4 алған екенсің. Үздік шабандоз, бұның белбеуің құтты болсын. Міне Шыңғысынымыздың абсентесінде сәйгүлігін бүгін міне үйірден ұстап алып келген екен де өзі міне салымдарын құтты болсын. Шыңғысжан, 10 түйе баршаларыңызды ризасыздар ма, құрметті ағайын, көптің тойы осындай ақ болсын. Мырза елінің тойы бағалсады, ұшырсат деген баршаларыңызға осындай той жұмысы болсын. Аға, бүгінгі оразгелділер шүлен таратқан Алтата ұрпағы орта буын берген көкпарда бас төреші өзіңіз болдыңыз. Бұл көкпарда әділ төреші болдыңыз ба? Қандай қиындықтар кездесті? Бүгінгі көкпар керемет көкпар болып өтті. Ат та көп болды, шабандоздар да көп болды. Аллахтың қалауымен, абыроймен әдемі көкпар өтті. Ешқандай қиыншылық болмады. Өйткені бұған дейін де мынау Бекжан базардың егесі Бейбіт Шуменов бар. Шыңғыс Шуменовтердің көкпары да тура осындай дәрежеде керемет көкпар болып өткен. Миллион командасының көкпарын басқардым. Абдыжаппар Алғожаның көкпарын басқардым. Тура сол сияқты әдемі көкпар болып өтті. Аллахтың қалауымен ешқандай ескерту болған жоқ. Ат құламады, шабандоздар жығылмады. Көкпар керемет, жанжалсыз, әдемі тарқады. Әр қазаққа осындай көкпар жұғысты болсын. Той қол аса берсін. Оразгелді 6 аталардың аруақтарына арнап берген көкпар тойы, батасы қабыл болып, мұраты асыл болып, әр шаңырақта той болсын. Той қол аса берсін. Болат аға, бұл көкпарда ақта қараны қара деп айтады деп сізді бас төреші етіп сайлады. Даулы жанжалдарды түсініспеушілік болып қалған жағдайда кімге сенесіздер? Бұл мәселені қалай шешесіздер? Сол 2020 жылдан бері осы ережемен жақсы көкпарларды тәртіппен басқарып келеміз. Барлық нәрсеге ереже бар. Сол ережеге сүйеніп шараларды қолданамыз. Бізде жолды карточка бар деген сары карта бар. Сары карта ол 3 бар қаранарға тұрады, және 30 күн күшінде тұрады. Және қызыл карта бар. Если қызыл карта берген жағдайда 5 күннен 1 жылға дейін беріледі.
әділ төреші болу үшін адам бойында қандай қасиет болу керек? Бір сөйлеу керек, ешкімді алаламау керек. Туғаныңды аямасаң, сонда сенің иманың болады. Бекер айтпаған ғой, тура биде туған жоқ дейді. Туғанды биде иман жоқ дейді. Если туғаныңа жаның ашса, иманыңнан айырылғаның да. Сол себептен бір сөйлесең, ешкімді алаламасаң, дәрежең көтеріледі. Кән, отбасымыз аман болсын, деніміз сау болсын, барша қазаққа осындай той жоқсыз болсын, тойға ұласа берсін. Әркімге осындай той нәсіп етсін. Жоғарғы деңгейде өтіп жатқан көкпардың бірі болды ғой, жақсы. Шүлен таратқан Оразкелді ата ұрпақтарының көкпары жақсы деңгейде өтті деп есептеп жатырмыз. Енді өзіміз ел жұрттың айтуы да сондай жақсы деңгейде өтті деп айтып кетіп жатыр енді. Мынау асты кешегі айтқанымыз 2 тонна асымызды өткіздік, бердік. 2 сағаттың ішінде таусылып кетті. Ол 2 тонна асымыз 15-20 мың халыққа жетеді ол аста. Енді 15-20 мың халық келді деп ойлап жатырмыз енді біз кемі. Одан да көп болды көкпарға деген кезінде да, көкпарға өткен кезінде. Енді жақсы деңгейде өтті деп есептедік біз. Аллаға шүкір, мынау полиция қызметкерлері 2 күн бойы күндіз-түні қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Оларға да рахмет, мынау аудан басшыларына да рахмет, аудан әкімі, полиция қызметкерлеріне барлығына рахметімізді білдіреміз.